кеш достар, менде осындай набор подаркіге келді, апам беріп жіберген. Мен ашып көрдім, өйткені маған ұнады, күріштен жасалған. Ал енді бұның аты қандай екен білмейді екенмін. Сіздерден көмек комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл набор күріштен жасалған, яғни адамның бетін ағартады дейді. Мен өзіме күтім жасамайды екенмін, тек коллагендік кремдер жағып жүремін. Ал мына наборды бүгіннен бастап сіздермен бірге ашып пайдаланатын боламын. Бұның ішінде умывалкасы бар екен, тонер, лосьоны, сыворотка, көзге жағатын кремі және ночной кремі бар екен. Алдымен умывалкасыменен көпіртіп тұрып, бетімді жақсылап массажбен бірге жуып алдым. Одан кейін салфеткамен жақсылап құрғатып алдым. Маған умывалкасы күшті ұнады, бетіңді жұмсартып қояды екен. Одан кейін тонерін алып, бетті ылғалдандырдым. Бұл наборды тиктоктан, инстаграмнан көріп жүретінмін, бірақ қызығушылығым бола бермейтін. Себебі мен бет күтіміне көп мән бермеймін. Маған кремдер көп жаға бермейді. Қандай нәрсе жақсам да бетіме прыщилар шыға бастайтын. Енді мына наборды жағып көреміз, және оның нәтижесі қандай болатын сіздермен бөлісетін боламын. Келесі қадамы лосьон. Лосьоны да су сияқты болып тұрады, бірақ бетке жаққан кезде тез сіңеді және нәзік. Бұл набор негізінде маған ұнады. Әрбіреуін жағып бастаған кезде өзін бір керемет сезіне бастайды екенсің. Бетің жұмсарып, мүмкін мен бұрын набор пайдаланбағаннан шығар деп ойладым енді, бірақ өзіме жеке ұнады. Сывороткасы да, көзге жағатын кремі де кәдімгідей адамға бір керемет бір сезім сыйлайды екен. Одан кейін соңғысы түнгі крем. Түнгі кремнің енді иісін ұнатпадым. Бір қураған шөп, бір енді маған онша иіс ұнаған жоқ, бірақ жаққаннан кейін тез сіңіп, бетің тез құрғап кететіні жақсы екен. Енді жалпы набор маған ұнады, ертең нәтижесін көретін боламыз.